Сабақтың тақырыбы Алихан Бөкейханов 20 ғасыр ұлт көшбасшысы. Сабақтың мақсаты Алихан Бөкейханов өмірі, шығармашылық жолы жайында тыңдаушылардың білімдерін қалыптастыру, ойшыл ірі тұлғаның жеткен биіктігін, шеберлігін, ерекшелігін таныту, тыңдаушылардың ойлау, есте сақтау, ізденушілік қабілетін дамыту, ғылыми ізденіске дағдыландыру, патриоттық сезімін тәрбиелеу. Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Алихан Бөкейхан. Тарихи таным кезеңі. Ол кісі Петроград университетінің орман ағаш факультетін тәмамдаған. Заң факультетіне Ленинмен бірге экстернат болып емтихан тапсырған. 9 тілде еркін сөйлеп, жаза білетін. Біздің ақыл ойымыз Тоқырауын өзеніндей болса, Алихан Бөкейханов Балқаш көліндей дария еді ғой. Үкіметтің қарақұғын жасаған күндерінде айдауына да, абақтысына да шыдап, ел үшін басын құрбан қылған ат төбелінде ғана азамат тобы болды. Бұл топты баулыған Алихан. Басқа жұрттың басшылары тым-тырақай болып, шет патшалықтарға шығып кеткенде, Алиханның қоныс аудармай қалуы да елін сүйгендікке дәлел. Әкемнің мысы кез келген адамды басып тұрушы еді. Әкем өзін тұтқындауға сауылдап кіріп келген тергеушілерді көргенде, саспастан: "Лиза, шай ғой, қонақтар келді. Бұлар мәдениетті кісілер, дәстүр аттамайды" деді. Олар үндей алмай қалды. Сол паузаны пайдаланып: "Кешіріңіздер, телефон шалуға бола ма?" деді. Олар рұқсат берді. Көршісі, аса белгілі кеңес ғалымы трубканы алғанда: "Вася, мен ұзақ командировкаға кетіп барам. Лизаны саған тапсырдым. Аманат" деді де маған қарап: "Лиза, сен анда-мұнда жүгірме. Одан ештеңе шықпайды. Бұл барса келместің командировкасы" деді. Заманымызға қазақ үшін өмірін, білімін жұмсап, ауыр жазаларға кіріптар болып, жанын қиып жүрген күллі қазақ халқына бірінші дерлік жан басшымыз Алихан Бөкейханов. Егер әйгілі Бөкейхановқа келетін болсақ, ол қазақ даласының асқан білгірі, қазақ тұрмысының нағыз әмбебап энциклопедиясы, өлке тарихының оқымыстысы. Ешқандай кітап оны ауыстыра алмайды. Лиза Бөкейхан қызы әкесі туралы қандай пікір айтты? Лиза Бөкейхан қызы әкесі туралы мынандай пікірмен бөлісті. Әкем кез келген адамды басып тұра алушы еді. Сол күні оны тұтқындауға келген адамдардың, тергеушілердің өзін ол тоқтата алды дейді. Бір ауыз сөзбен маған назар аударып: "Лиза, шай ғой, дәстүрден таймайтын кісілер" деп айтты. Содан кейін тергеушілерге назар аударып, телефон шалуға рұқсат бересіздер ме деп рұқсат сұрады. Телефон шалған кезде Вася досына қызын аманат етті: "Мен ұзақ командировкаға кетіп бара жатырмын, сондықтан Лизаны саған тапсырдым" деді. Маған қарап отырып, яғни Лизаға: "Сен ешқайда жүгірме, ешқай жерге барма" деп оны да тағы да тапсырды. "Мен ұзақ командировка кетемін. Бұл жерге барған кісі енді қайтып келмейді" деп айтты. Бұл жерде біз Лиза Бөкейханның әкесінің мінезін сипаттап айтқан пікірін тыңдап біле алдық. Қызықты деректер кезеңі. Төлеубай деген кісі кезінде Меккеге барып, қажы атанған екен. Осы сапарда Қара теңіз жағасында Алихан Бөкейхановпен ұшырасыпты. Қажылық сапар шеккен адам әр жерде садақа беріп, екі дүниенің обал саулығын ойлайды ғой. Бітір садақа беріп жатқанын көріп, Алихан Төлеубай атамызға: "Жат жырлық бейшараларынан бұрын әуелі қазақтың қалың жарлы жақынбайын тойындырмадыңыз ба?" депті. Тергеушілер әлкейді жауапқа тартып: "Сіз Алаш орданы білесіз бе?" деп сұрақ қойғанда: "Маған Алаш орданы білесіз бе деп сұрақ қойма. Мен Алаш партиясы мен Алаш орда кеңесінің төрағасымын. Алаш орда үкіметінің төрағасымын. Сондықтан да оның іс-әрекетіне толық жауап беремін." Алихан Бөкейханов сондай ұлы тұлға, ұлтжанды,
адамдарға бауырмал, жанашыр, сезімтал болған. Лиза Бөкейхан қызы әкем Смағұл қайтыс болғанда қатты қайғырды. Өзім барып оның денесін көрқаптан алып, мәйітін медициналық тексеруге апарды. Өндірістік улану деген диагноз қойыпты. Денесін крематорийге өртеді. Бұл оның жанына қатты батты деп еске алады. Бөкейханов Смағұл Сәдуақастың қазасына тек күйеу баласы ретінде қабырғасы қайысып отырған жоқ. Өз идеясын, алаш идеясын алға апаратын үмітті шәкірттерінен айырылған ауыр қайғыдан егілді. Алаш идеясы өлген сияқты көрінді. Міне осындай адам кез келген жағдайда мысы қалжыңмен қарсы алатын Әлихан Бөкейханов бір алаш идеясын ақсатпай атқарады деген азаматты жазықсыз қазаға ұшырағаны жанына батты. Әлиханның тағы бір тұлғалық адамгершілік қасиеті Әміре Қашаубаевқа байланысты. 1925 жылы Парижде дүниежүзілік этнографикалық концерт болды. Оған Әміре баратын болып белгіленді. Әміреге өзі бас болып, ән сөзін жаттатқызып, студияға барып, ән жаздыртып, жаңаша киіндіріп аттандырды. Әлихан Бөкейханов болмағанда, Әміренің алтын дауысы бізге жетер ме еді. Бөкейханов болмысының салауатты, алдына келген жанның мысын басатын өзгеше жаратылыс иесі екен. Бұл жайлы Әлкей Марғұлан, Қалижан Бекхожин, Мариям Мұханова, Ғалым Ахмедов естеліктерінде ашық жазған. Әлихан Бөкейханов Әміре Қашаубаевтың шығармашылығына қалай әсер етті? 1925 жылы Парижде дүниежүзілік этнографиялық концерт болды. Оған Әміре Қашаубаев баратын болып бекітілді. Әлихан Бөкейханов Әміреге өзі бас-көз болып, әннің сөзін жаттатқызып, студияға апарып, ән жаздыртып, жаңаша киіндіріп, оны концертке аттандырды. Әлихан Бөкейханов мәдениетіміз бен ғылымымызға қалтықсыз беріле қызмет сіңірген, таланты мен тағдыры, жан дауысын тек сол мақсаттан тапқан жан. Әлихан Бөкейханов тарихи тұлға, зерделі ғалым. Бұл жалғанда дүниеден кім өтпеген, пендешіл ғұмыр кешіп бәрі кеткен, артына сөз қалдырып шырақ жаққан, тұлғаның алар орны бөлек неткен. Назарларыңызға рахмет.